Дуслар, біз бүгін сіздің білән тағын бір йола ризығына тоқталас еттік. Ол шулайық бұрын-бұрыннан пішіріле тұрған ризықларының бірсі бәйрәм ашы. Біздің әби бабаларыбыз һәр бір қамыр ризығына бәйрәм ашы деп әйтә тұрған болғаннар. Бәйрәм ашы, пәрәмаш, пәрәмәш, аңлағаныңызша біз пішіре тұрған ол пәрәмәш була. Утмуртларының перепиш деп атала тұрған ризықлары да шушы бәйрәм ашынан алынған ризық болып тұра. Мұның үшін енді міне біз алдық ашы қамыр. Ашы қамырға біз пәрәмәш болғаш енді аның ішіне ішлік салашақ біз. Ішлігі біз бұлырға мүмкін міне біздің мисалда ол ит тартқыштан шығарылған ит. Тұзлары, бұрышлары, суғанлары салынған әзір міне ол біздің ішлік біз һәм бұлырға мүмкін ол бәрәңге, түйілген бәрәңге, шулайық тәмлеп түйілген май салынған, сүт салынған, суған салынған, шулай түйілген бәрәңге бола. Қазір енді біз шушы пәрәмәшләребізні әкренләп ясыйбыз. Туйларда бәбе яшыларына пішіріп алып барғанлар бит енді бұл ризықны. Һәр вақытта да жіп сондағы ризық әзірлерге тырышқанлар. Міне біздің пәрәмәшләребіз ушылай біз аларны ясап бітірдік. Біз енді ясадық ит біләнді, бәрәңгі біләнді. Біз аларны қазір бір 15-20 минут қабарға қоябыз, һәм оннан соң енді қызған майда қыздырып алашақпыз.